Армысыздар көрермендер, бүгін мен сіздерге Маржан Арапбаева жайлы туралы айтқым келеді. Енем ұрды. Маржан Арапбаева бірінші күйеуімен не себепті ажырасқанын айтып кетті. Танымал әнші Маржан Арапбаева менің өмірім бағдарламасында сәтсіз аяқталған бірінші некесі жайлы айтып, ажырасуының себебін түсіндірді. Менің ойымша бұл өтіп кеткен қызық емес тақырып. Анам бізге ақшасы бар, жағдайы бар жігітке тиіңдер деп айтқан емес. Керісінше білімді, сауатты, ішімдік ішпейтін жігітті қолдайтын бұл өмір ғой. Егер адамдар бір-бірімен сәйкес келмесе, олар бір-бірін қимауы керек. Ол кезде менің бақытты сәттерім көп болды. Ол кісінің өте көп жақсы қасиеттері бар. Ол менен 7 жас үлкен еді. Мен ол кісіден ортаға шығып, дұрыс сөйлеуді үйрендім. Оның жақсы қасиеттерімен бойыма сіңірумен тырыстым. Ол жүргізуші, режиссер болды. Көзі ашық, тәжірибесі мол, шетелде оқып келген адам. Ол менің қызымның әкесі. Өнер жолында мені өте қатты қолдады. Бір емес 3 жеке концертімді жасап берді. Өзі режиссер болды. Барлығы өз қолына алды. Тіпті концертімнің афишаларын қақаған аязда өзі бағындыра іліп шыққан кездері болды. Өкінішке орай айырылысып кеттік. Ол кісіге мен жақсылық тілеймін. Өнер иесі күйеуінен қорлық көріп жүрген қыз-келіншектерге ақылын айтып жол көрсетті. Әр әйел бақытты болуға лайық. Жалпы адам бақытын іздеуді тоқтатпауы керек. Сүймейтін адаммен өмір сүру өзінің де өзгенің де өмірін қорлаумен тең. Бала-шағада бақытты өмірдің үлгісін көре алмайсың. Әр күн сайын ұрсып, қырылысып жатсаң, балаға қандай тәрбие бересің? Ұрса да кешірдім, амалым жоқ. Енем ұрды деген әңгімелерді естимін. Неге ұрды? Мүмкін өзің бір нәрсе бүлдірген шығарсың. Жасырмай шыныңды айт деп сұрағанда, олар ағынан жарылады. Сонда ол әйелдің кінәсіз екеніне көзім жетеді. Кінәсіз адам неге елден ұят, ел-жұрт не дейді? Көршілерім, туысқандарым не дейді? Балаларыммен қайда барып сиямын деген түсінікпен өмір сүру керек. Ештеңе етпейді. Жатақхананы жалдайсың, жұмысқа тұрасың, аяққа тұрасың, әйтеуір бір қара нан мен су ішесің деп бір күн болса да бақытты өмір сүру керек деп ойлаймын.